жаралыстан сыр іздеп көрейінші бір. Қалай басталып еді өзі? Әуелде бәрі белгісіз еді, әрине біз үшін ғана. Белгісіздік, тұңғиық, қараңғы, суық қараңғы. Жоқ, бұл сөздер ешқандай сипаттай алмайды. Өйткені қараңғылық дегеніміз бар болғаны жарығы жоқ кеңістік. Кеңістік дедім бе? Тіпті кеңістік те жоқ. Себебі кеңістік дегеніміз біздің ақылымыз жететін шектеудің сырты ғана. Жаралыс басы қозғалыс, қозғауға керек қолғабыс. Жан де, мейлі бір мән де, сол қуатпен бол таныс, әлемді солмен жаратқан. Қолғабыс қылған кім өзі? Ей жан жаратқан жәлелім, біз түйсінген кеңістік пен шексіздікте, біз білетін биіктік пен тереңдікте, біз ойлайтын оң мен солда, біз сезінетін алдымыз бен артымызда, өкіндірер өткен шақ пен үміттендірер болашақта бейнелей алмайтын құдіретсің ғой сен. Абыл ақын айтпай ма? Күн деген бір әмірге жолыққасын, фәякун енді біздің болғанымыз деп. Күн фәякун.